Қыздар, жігіттер, қалайсыздар? Аман есенсіздер ме? Байқаған шығарсыздар, бұл мақпал Қаратай, кстати, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Байқаған шығарсыздар, бір костюмді киемін да, аптасына 3 видео түсіремін. Сол видео сіздерге кәдімгідей үлкен көмегін тигізеді. Сондықтан менің парақшамнан алыстап қалмаңыздар. Осы парақшада ояну, өзіңді табу, өзіңе де махаббат, ақша потогын ашу, я не знаю, өте көп тақырыптар айтылады. Тело мен жұмыс, даже дыхательная практика, барлығын айтам. Сондықтан парақшаға міндетті түрде жазылып алыңыздар. И астында активный болып жанботалар өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Ал кеттік. Сонымен мен сіздерге бір күшті дүниелерді, өзімнің өткен путтарымды айтам бұл парақшада, жолдарымды. Өзімнің жолдарымды айтам. Одан кейін бұл парақшада мен сіздерге жаңа инсайттарыммен бөлісетін болам, өзімнің алған осознаниелермен бөлісетін болам, и әлемдік ұстаздардан алған біліммен бөлісетін болам. Қазір мен сіздерге бір қызық айтайын, е? Жақында мен, бар ғой, бір адаммен кезіктім. Ол адам өмірде бірақ дұрыс емес деген нәрсе жоқ. Ол адаммен кезіктім. Ол адам өмірде жол болмай жүрді. Сосын жолы болмай жүрді да, и не істеді? Біраз шаруаларды істей бастады. Біраз шаруаларды істей бастағаннан кейін ол адамның жолы бола бастады, яғни күтпеген жерден танымалдылық келуі мүмкін бір адамға. Менің әңгімемді мұқият тыңдаңыздар қазір. Яғни ол адамға что-то начало происходить в его жизни. Сосын мен ол адаммен кездескен кезде, әңгіме айтып отқан кезде, ол адам маған айтты. Мен айттым: молодец. Қазір табысың қанша болып жатыр, күшті өсіп жатсың, мен сені байқап отырмын деп енді өзімнің нелерімді айтып жатырмын ғой, жаңағы мотивация сөздерімді. Сосын ол адамның көзіме қарады да маған, бүйтіп айтты: енді деді, мен қайда кетіп бара жатырмын білесің ба деді. Қайда дедім, Жанбота? Яғни, енді мен айына 100 миллион теңге табатын сол дәрежеге жетуім керек деді. Все, я каким-то образом айына 100 миллион теңге табатын жағдайды іздеймін деді. Сосын мен адамдарға бар ғой, просто иногда айтқым келеді да, өйткені ол путтан өту керек та, мен өзім өткен путім болғаннан кейін, Жанбота, барып келе ғой деймін да. Барып, сол жерден іздеп, далдалын шығып қайтып келе ғой. Ештеңе айтқан жоқпын. Бәлкім осы видеоны көріп отырса өзі түсінетін шығар. Яғни, айтқым келеді, өмірімнің бір кезеңінде маған да, мысалға, менің алғаш осы Инстаграмға шыққан кезімде танымалдылық тез келді. Менің атым шыға бастады Қазақстанда, яғни менің кәдімгідей парақшам жылдам өсе бастады. Региондарға барған кезде барлық региондарда мені құрметпен қарсы ала бастады. Менің тренингтерім өте бастады, сабақтарым өте бастады. Сол кезде бәрі гладко шло. Пока менің басыма мен 100 миллион теңге емес, 1 миллиард деген. 1 миллиард таппасам болмайды деген идея келіп не істеді? Қатпаған кезде. Яғни, сосын не істейді адам? Менің историяммен жаңағы адамның историясын айтайын. Яғни, ол адам қазір бәлкім айына 10 миллион табу мүмкін, 3 миллион табу мүмкін, 5 миллион, не важно. Сен қазіргі мына тұрған жеріңді сен көрмейсің, анандай шатың айырылғанша алдыңа қарай қадам жасайсың да, маған осы ақшаны табу керек дейсің. И не істейсің? Сен уже бір играның әлеміне, бір есікке, әлемде көп өзі мирлар бар. Сол есікке добро пожаловать, гонка деген әлемге кірдің. Добро пожаловать. Мен ол әлемге қалай кіріп кеткенімді, оның ортасында қалай белсенді мүшесі болғанымды өзім білмей қалдым. Енді не істейсің сен? Сенің миыңда, ми айтады саған, 100 миллион теңге тап, 100 миллион теңге тап, 100 миллион теңге тап. И сенің бүкіл жасап атқан дүниелеріңді ты начинаешь обесценивать. Яғни, сенің мысалға бұрын миллион теңге тапқан жоқсың, но сен продажадан 1 миллион теңге тапсаң, ол саған 100 миллион емес қой. Сенің өз-өзіңе не істейді, көңілің толмайды. И мына жаққа барасың, сен жаңағы бір жерден 10 миллион тауып, 100 миллион емес қой, сен көңілің толмайды. И все время сен не істейсің? Гонка әлеміне кірген кезде сен өмірдің ғажаптығын мүлдем көрмейсің. Сен табиғатқа қарап тамсанбайсың. Сен даже ол кезде үйде просто тамақ істеуді де ұмытасың. Бала шағаңа да көңіл аудармайсың. Сен кәдімгідей өзің бір ауруды өзіңе жабыстырасың. Сол аурумен ауыра бастайсың. И ішіп отырған тамағыңды не ішіп отырғанды білмейсің. Не жеп отырғанды білмейсің. Балаңмен сөйлесу ойыңда жоқ. Өйткені сен әлемге мен 100 миллион теңге таппаған бақытсыз бейбақпын деген көзбен қарап тұрсың. Бүкіл әлемге. И өз-өзіңе сондай
оценка, сондай баға беріп тұрғандықтан сен далада спокойно жүру невозможно. Өйткені сенің миыңа мынандай дың етіп дауыс. Сен 100 миллион теңге тапқан жоқсың, сен 100 миллион. Қазір көп адамда бар бұл ауру, сондықтан мен бұл тақырыпқа терең тоқталайын деп ұйғардым. Сен ештеңе тап, біреу үшін 100 миллион бол, мүмкін біреу 10 миллион бол. Сен тапқан жоқсың, сен тапқан жоқсың, сен тапқан жоқсың. Сен кәдімгідей уже мен ондай адамдарды өте көп көрдім осы 7 жыл ішінде. Қаншама адаммен жұмыс істедім ғой. Сол кезде нормально келе жатқан қыздар өсіп келе жатты. Бір қарағанда жаңағы ауруды жұқтырады, уже ауру денесін жайлайды. И не істейді? Кәдімгідей зығырданы қайнаған. Басында көрген кезде ол келіншектердің көздері от жанып, вау деп тұрады да, жаңағы аурумен как только ауырғаннан кейін, бір жылдан кейін көрсең, көздері өшіп қалған, ашулы взгляд, өмірге жынданған, күйеуімен ажырасқан, либо күйеуін жек көрген, айналасының бәрі оңбаған, мен 100 миллион таппай жатырмын деген гонкаға кірген, өзін өзгелермен салыстырған, ё пашамайт, анау неге ақша тауып жатыр, неге маған бермей жатыр, мен вроде бәрін жасап жатырмын ғой, деп сол путпен гонкада жүресің. Сен кәдімгі ауру боласың, Жанбота. Ұйқыдан тұрғаннан 100 миллионды ойлайсың, жатқанға шейін ойлайсың, жатып ұйықтап бара жатыр, неге түспей жатыр екен, неге түспей жатыр екен деп. Мен ол аурумен ауырғандықтан анық білем да, жатқанша, неге түспей жатыр, көзіңді ашқаннан кейін сен сразу Каспийіңе қарайсың, неге түспей жатыр деп сен кәдімгі ақша деген аурумен ауырасың. Ақша деген кәдімгі ауру. Ол аурудан байып кеткен адам жоқ, Жанботалар. Сен ауырасың настолько, что сенің эгоң қылқындырып, сен өзіңнің өміріңнің 5-6 жылын, кем дегенде біреулер 20 жыл беріп жібересің. Енді мен сол аурудан шық деймін ғой, мына жаққа қарай шық, мына жақта басқа да өмір бар деймін ғой. Шыққысы келмейді, потому что ойлайды, егер мен осы 100 миллион тапсам деген, осы целенаправленностьтен айырылып қалсам, яғни мен жұмыс істемей қалуым мүмкін, мен ақша таппай қалуым мүмкін, онда жаңағы мен осы немнен целімнен айырылмауым керек. Иди тут. Мен бүйтем, мына жаққа қарай кел. Онда өмір бар, басқа өмір бар. Саған ақша табудың жылдам жолы бар да. Мысалға мынау жаңағы 100 миллион теңге тапсам, не важно, сіз 100 миллион ба, не важно, әркімнің бір ойлаған суммасы бар. Сол жолмен сен ақшаға ұмтылып көрдің бе, жетпейсің, Жанбота. Шындықты айтайын саған, жетпейсің, выгореть етесің. Өз-өзіңді жек көресің, энергияның жизненный барлығын таусасың, өмірге құштарлығың жоғалады, соңында бит жынды болып қаласың, елдің бәрімен алысқан. И өзің артыңа қараған кезде 6-7 жылың просто так жанталаспен өткен ұғасың. Ал мынау жол, мен ұсынып тұрған қазіргі жол, яғни қанша берсең де Алла тағала менің берекесімен бер. Жаңағы жігіттен сұрадым ғой, 100 миллионды қайда жұмсайсың? Білмейді. Лишь бы әйтеуір, бір ауру саған лайықты, қажетті ақша берсін берекесімен. Саған бәлкім ол 100 миллион қазір керек емес шығар. Кстати, естеріңізде болсын, адамның психикасы, адамның телосы, адамның мышлениесі дайын болмаса, егер саған сол 100 миллионды берсе, сен ол ақшаны алуға дайын емессің. Пока сен өскен жоқсың, пока сен дамыған жоқсың да, сол ақшаны істейсің. Сен ол ақша бір жерінен бүйіріңнен тесіп шығады, либо сен оны құсып бересің, либо сен ол ақша әйтеуір өміріңе бір қиындықты алып келеді. Өйткені сен оны жұтуға, сен оны спокойно, кәдімгі норма деп қабылдауға дайын емессің. Өйткені сен на пьедестал 100 миллион шығардың. Ойбай, анаған жетсем, онда мен адам болып саналам. Анау менің қолыма келсе, онда мен кәдімгідей, я считаю себя достойным человеком. Жанбота, сен ақшасыз да достойный человексің. Ақшаң бар ма, жоқ па, ол сенің ешқандай достоинствоңа ешқандай қатысы жоқ болып табылады. Ақша сенің просто комфортный өмір сүруіңе қажетті средства болып табылады. Относись к деньгам по-другому. Яғни, ол сенің ценностіңді, сенің құндылығыңды көрсетуші фактор емес, Жанбота. Есіңде болсын, қазір сен біреудің ақшасы көп деп қызықтың ба, ертең білмейсің ол адамның қайда тұратынын, не болатынын. Сондықтан өзіңнің құндылығыңды ақшамен есептеме. И ол иградан түбінде шығасың, түбінде шаршайсың, түбінде зорығып та шаршайсың, жанталасып та шаршайсың, уже аспанға қарап жаңағы таңғалу, көктемге қарап таңғалып, күнге қарап таңғалудан сен шаршайсың да, бір күні өміріңнің бір кездерінде ё-майо деп есіңнен танасың. Сондықтан ертерек есіңді жиып, Алла тағала маған қажетті сумманы өзің білесің. Менің бүкіл жаңағы жағдайымды жасайтын, менің өміріме қажетті сумманы бер.
ол 100 миллион бола ма, ол миллиард бола ма, ол 1 миллион бола ма, білуші өзіңсің. Қызық айтайын да, Айбек, баяғыда мен ұстазым алдына барғанмын, тоже амбициям ort тұрған. Енді ол жаңағы әңгімені айтқан адам өту керек, бұдан ол ақылы бар адам. Өтеді, өзі түсінеді. Өйткені өтпейінше мен оны ұғындыра алмаймын. Өтсін. Ақылы жетеді, оған өту керек. Өзі біраз жүріп қайтсын сол жақта. Ол жақта гонка әлемде түк жоқ екен ұқсын. Тем более қазіргі 21 ғасырда, қазіргі уақытта 21 ғасыр деп, 2026 жылы вообще ол вибрация нерабочая. Яғни гонка әлемі деген вообще адамзатқа қажет жоқ уже. Біреумен салыстырып, жанталасып қалып кеттім деп. Бағана Садгурудың сөзін көріп қалдым да. Вы все равно в выигрыше деген. Қалай? Сіз ойлайсыз да, мен недостаточно ақша жинадым, недостаточно байлық жинадым деп ойлайсыз дейді да. Бірақ сіз өмірден кететін кезде дейді да, мынаның бәрін мен жинадым ғой, бәрін тастауға тура келеді. Все равно, мынандай да, ол жерде Садгурудың айтқысы келіп тұрған ойы. Все равно сен әйтеуір бір нәрсе жинадың. Түксіз кеткен жоқсың. Бірақ оның бәрін сен тастап кетуіңе тура келеді. Өйткені сен келдің, жаңағы жалаңаш кетесің жалаңас. Ештеңкені алып кете алмайсың. Сондықтан мен әрбір өзімнің жаңағы YouTube арнама жиналған адамдардың өмірді полноценно сүргенін, әр сәтті сезінгенін, оянғанын, ешкіммен салыстырмағанын, гонкаға түспегенін жан жүрегіммен қалаймын да. И жаңа мен саған Айбек бір әңгімеден бір әңгімеге өтіп тұрмын ғой. Менің ұстазымның айтқан сөзі бар да, алдында оның алдына барғам. Сонда Джек Маканидің. Бұл кезде мен шамамен осыдан 7-8 жыл бұрын ғой, алдында отырамын да. Я хочу больших денег, я хочу это деп жатырмын. Бір адам айтып отыр, я хочу джет, я хочу это самолет частный деп жатыр. Сосын ол кісі жасы 80-ден асып кеткен кемеңгер адам да, Джек Макани. Қарап тұрады да. Біліп тұр ғой. Сол жүре тұрыңдар, жамботалар гонкаға кіре тұрыңдар деп тұр ғой. Кіреді, а я хочу дейді, өмірімнің бір кезеңінде түсіндім дейді. Боже, дай мне достаточно денег для меня. Для меня. Мәселе вообще миллиардта да емес, 100 миллионда емес. Маған достаточно менің өмір сүруіме, кәдімгідей ас ішуіме, әлем саяхаттауыма, өзіме қажетті ғана ақшаны бер деген кезде адам өзін тапты деген сөз. Оған дейінгінің барлығы әртүрлі кезеңдерден, гонкалардан өтесің, салыстырасың. Ол да керек та, ол да бір белгілі бір мөлшерде сенің өміріңнің бір кезеңі болып табылады. Содан кейін түсінесің. Жарысатында ештеңке жоқ екенін, салыстыратында ештеңке жоқ екенін, қызғанатында ештеңке жоқ екендігін, сенің бағыңды ешкім ала алмайтынын, сен біреудің бағын тағы ала алмайтыныңды, яғни осының бәрін түсінгеннен кейін адамға бір кемеңгерлік келеді. Қанша уақыт болды, Айбек? 13 минут болды, иә? Қазір тағы бір ой айта кетейін онда 13 минут болса. Кеше біреу айтты да, короче, маған, мен арасында сіздер маған жазып тұрсаңыздар, мен сол пікірлерден күшті нелер алам да. Толик жазып қойшы ютубқа, инстаға, ана пікір жазадың ғой, астында ютуб арнаға сұрақтарыңызды қалдырсаңыздар, Мақпал Қаратай жауап береді деп жазып өтші. Өзің ана пиксің бар ғой, инстаға салатын, соның астына қойып отырсаң, өйткені сол жерде сұрақтар болады, и мен сол сұрақтардың барлығына жауап берем да. И бір адам жазыпты да маған. Конечно, сіз, мені жаңбырдың астында келе жатқан видео бар ғой, мәзіп, далаға қараңыздар, дала күшті, жаңбыр күшті деген кезде жазыпты да. Конечно, сіз дала күшті деп айтасыз, өйткені сіздің қарызыңыз жоқ. Мен айтатын едім, яғни менің қарызым бар. Содан мен не істеп тұрмын? Бақытсызбын. Содан мен қиналып жүрмін деген ұйғарым шығарғанда. Жамботалар, мен ондай адамдарға бұрын, неге ұқпайсың деп айқайлайтын едім. Қазір не істедім? Түсіне бастадым ол адамдарды. Өйткені әркім өзінің даму деңгейінде жүрді. Кеше менімен бірге 7 жыл жұмыс істеген, осыдан 2-3 күн бұрын Айка деген қыз бар да, сіздердің көпшіліктеріңіз білесіздер, парақшасын көрген шығарсыздар. Екеуміз бүкіл әлемді араладық, Айка екеуміз. Алғаш осы менің инфо саласына қадамдарымды ойбай бірге жасадық.
Осыдан ұмытпасам 9 май күні қойдым, Айканың әкесі Саймасаяға дүниеден қайтты. Ол кісіні мен қаншама рет көрдім, қолынан дәм таттым, ол кісімен талай дастарханда ас болдым. Сондай өмірге құштар адам еді да, Айканың әкесі Тараз қаласында тұрады. Ол кісі 2 жыл ауырды. 2 жыл ауырды. Сол кезде өмірден өтетіннің алдында қызына айтқан екен да, ол кісі: Айка, егер сен, мен бәлкім сөзбе-сөз айтпауым мүмкін, бәлкім бір сөздерден қателесуім мүмкін, бірақ мағынасын айтып бергім келеді. Егер сен, дейді, тамағыңнан ас өтіп отса, дейді, мына өзің аузыңмен шайнап тамақ жұтып отсаң, дейді, онда сен қуан деген екен да. Егер сенің аяғың жүріп тұрса, жүгір деген да. Егер сен орнынан тұра алсаң, дейді да, ол кісі өмірден өтіп бара жатқан біліп тұр ғой, жан дүниесімен сезіп тұрып, мына жарық әлем тастап тұрған. Егер сен жаңағы орнынан тұра алсаң, деп, биле деп айтқан екен да. Яғни сол сияқты біз мына өзіміздің өмірімізде болып жатқан бір белгілі бір бақытсыздығымыз бар да, соған байланысты біз өзімізді бақытсызбыз деп есептейміз. Жанбота, сенің қазір өмірде қарызың болатын болса, миллиардерлердің қарызы сенен анағұрлым жоғары да. Миллиардерлерде миллиардтаған қарыздың айналасында. Ал сен өзіңнің қарызыңа байланысты, мысалға, мынау сенің қарызың делік. Сен не істедің? Мен осы қарызым бар, сол үшін бақытсызбын деген ұйғарым шығарасың да, как будто мынау әлемде мәңгі өмір сүретіндей, соған байланысты жылдарыңды беріп өз-өзін жеп жүрген кезде бір күні көзіңді ашсаң, жасың 60-қа, бір күн 70-ке, өмірдің барлығы мағынасыз өтіп кеткен да. Мысалға, мен айтқым келеді да, біріншіден қарызға байланысты бір күні специально эфир жазам, бірақ пока мынандай нәрсе да, әлемдегі жалғыз қарызы бар адам сен емессің. Менің өзім де қарызға кіретін моменттерім болады. И это нормально. Өзіңді әлемдегі жалғыз, Құдай мен жақсы көрмей тұрсың, мен қарызбын деп ойлап тұрсың да, сен емессің. Екінші дүние, ұғатын дүние, яғни сен өзіңді мен қарызбын, бақытсызбын деп жата бергеннен, Жанбота, есіңде болсын, сен миллиардер болып кетпейсің, либо қарызың жабылмайды. Егер сен қайғырғаннан, уайымдағаннан байып кететін болсаң, давно байып кетер едің. Сен қанша қайғырғанмен, қанша жылағанмен, саған ешкімге көмектеспейді өзіңнен басқа. Придется көтеніңнен тұрғызып өзіңді, яғни өмірге қадам басуға. Мына дыңылдап тұрған қарыз деген ойларды сені басқармауына, сені владеть етпеуіне, сені жаңағы алып кетпеуіне ықпал беруге тиісті емессің. Ішінде, мысалға қара, қазір дыханиеңе назар аудар, мен дыши. Дыханиеңе назар аудар. И ішіңде қарызға байланысты мен қарызбын деп жылап тұрған дауыс тауып ал. Міне, тауып ал. Қорықпа оған, қара, мына дауыс. Мысалға, менің ішімде пияз ұсталғасын. Мына дауыс міне, менің ішімде тұр. Менің ішкі кеңістігімде тұр. Ол дыңылдап тұр. Мен қарызбын, мен бейшарамын, сол үшін әлемнің бәрі бақытты деген. Ол сенің телаңда үйреніп кеткен программаң болып табылады. Енді сол дауысқа назарыңды аудар. Дыши туда. Яғни ол дауыстан қашпады, қорықпады, оны жаман деп бағалама. Сен жамансың, сен неге шығып атсың менің ішімнен, либо сен жақсысың да демей ақ қой. Это просто твоя привычная программа, сені басқарып тұрған ішіңдегі программа болып табылады. И просто назар аударасың да не істейсің? Туда дышишь. Дышишь, назарыңды аударып тұрасың. И айтасың: я тебе даю место быть. Қарызбын, мен бейшарамын деген дауыс, я тебе даю место быть. Эмоция сен ішімде өмір сүріп жүрген. Но я саған ренжімеймін, жақсы көремін, сені қабылдаймын. Но я осознанно сенің енді мені басқаруыңа жол бермеймін. Осы үшін керек осознанность. Яғни сен всегда дыханиеда тұрған кезде, міне қазір дыханияға назар аудар и жан-жағыңа қара, қазіргі сәтке орал. Это просто голос в голове. Сенің ішіңде үздіксіз сөйлейтін, сенің бейшара екеніңді айтатын дауыс, одан саған пайда жоқ, Жанбота. Ол дауысты тыңдағаннан сенің проблемаң шешіліп кетпейді. Ол дауысты үздіксіз қосқаннан, өз-өзіңді бейшара сезінгеннен сенің мәселең шешілмейді. Ол сен қайта өз-өзіңді іште жей бересің. Соңында не істеп қаласың? Ауру болып тынасың. Әлемде қарызы бар адам жалғыз сен емес, Жанбота. Яғни и өзіңді өзгелермен, оның, қарызы жоқ, ол сол үшін бақытты, менің қарызым бар, мен сол үшін бақытсызбын деп айтпа. Әркімнің өзінің пути бар да, әркімнің өзінің жолы бар. Әр миллиардердің өзінің жеке қарызы бар.
яғни әркімге өзіне көтере алатын проблема береді. Сенің қазіргі қарызың, яғни сен көтере алатын проблема. Миллиардердің қарызы миллиардер көтере алатын проблема. Яғни сол үшін көп жағдайда енді әрине біздің қарыз алуымызға қатысты бір эфир жасармын бәлкім. Сол кезде негізі қарыз алуымызға ықпал ететін дүниелер біздің травмаларымыз, эмоцияларымыз ықпал етеді. Өйткені біз көп жағдайда эмоционально ойланбай шешім қабылдағаннан қарыз аламыз. Өзіміздің травмаларымызды обслужить еткіміз келгеннен қарыз аламыз. Когда сенің ішкі травмаларың дұрысталғанда, когда сен эмоционально бір интеллектке өткен кезде, сен ондай шешімдерге бармайтын боласың. Өйткені не үшін қарыз аламыз? Елдің алдында ущемленный сезінген кезде, соны бір өзінше қарыз алып, айфон алып жапқымыз келеді. Елдің алдында бейшара сезінген кезде кредит алып той жасағымыз келеді. Оның барлығы адамның ішіндегі өзінің целостности, яғни өзінің жаңағы өзіне деген махаббаты жоқтығының көрсеткіші. Бұл өте ұзақ, трудоемкий путь. Мен осы парақшама жазылсаңыздар, мен ол путтың барлығын айтам. Сіздер өздеріңіз даже видеоларды үздіксіз тыңдап жүру арқылы өзіңіздің қалай өскеніңізді даже байқамай қаласыз. Просто тыңдаңыздар. Просто дыханияға назар аударыңыз қазір. Міне. Дыханияға назар аударыңыз. Жан-жағыңызға қараңыз. Өмір ғажап. И өзіңіздің жаңа дәл қазір проблема жоқ. Өзіңіздің миыңызда сізді жеп жатқан дауыстан өзіңізді ажыратыңыз. Шын истинный өзіңізді ажыратыңыз. Ол дауысты былай ажыратып өзіңізден. Я, ты не я. Яғни сен менің ішімде үйреніп қалған дауыссың деп өзіңізден ажыратқан кезде ғана сіздің ішіңізге импульс қайтадан өмір сүруге құштарлық, қарызыңызды жабуға шешім, бойыңызға энергия не істейді? Келе бастайды. Өз-өзіңізді мен қарызбын, мен бейшарамын деген ол шығатын жол емес, Жанбота. Өз-өзіңіз жей бересіз, наоборот, көме бересіз ойлармен. Мен баршыспын ғой, қарызбын ғой, бейшарамын ғой. Соңында не істейсіз? Тұра алмай жатып қаласыз. Сондықтан, Жанботалар, барлықтарыңызға айтқым келеді, ояныңыздар. Үйде перец бар ма еді, Айко? Бір перец бар еді ғой, бір штук. Иә, сол перецті салып жіберейін қазір. Одан кейін, не, жаңа жұмырт қалып келдіңдер ма, Толик? Ал? Холодильникте еще пиво тұр дейсің ғой. Ал? Алкоголь туралы айтам сіздерге бір күні. Эфир өткізем. Күшті эфир. Алкогольдің қаншалықты вибрацияларыңызды төмендететін жайлы. Қанша минут болды Айбекжан? 22. Все, осы жерден бітірейік. Кеспек уже көремей қалатын болды олар. Барлықтарыңызға амандық тілеймін. Барлықтарыңызға оянуды тілеймін. Өзіңізді табуды тілеймін. Яғни ішкі дауыстар сізді алып кете беретін сол басқаруды өзіңізге алуды тілеймін, Жанботалар. Бұл ояну, өзіңді көру деген үлкен процесс. Просто парақшада болыңыздар, әртүрлі тақырыптарды айту арқылы біз өзіміздің глубинамызға өтіп, өзімізді ішкі целостностімізді табатын боламыз. Жизнь прекрасна.